Сәлем достар, сіздермен бірге мен Наргиза Рабатова. Бүгін сіздерге өте дәмді әрі нәзік болып шығатын меренговый рулеттің оригинал рецептісімен бөлісетін болам. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қойды. Ұмытпаңыздар, бұл рулеттің басқа рулеттерден айырмашылығы меренговый рулет арнайы меренгімен жасалады. Дәмі өте керемет әрі нәп-нәзік болып шығады. Алдымен бізге керекті ингредиенттерімізді дайындап алуымыз керек. Толық мөлшерін осы видеоның астына жазып қалдыратын боламын. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқамыздың ағын салып, шым-шым лимонный кислота қосып, миксердің жылдамдығымен бастап миксерлей отырып, қантымызды 2-3 бөлікке бөліп салып алуымыз керек. Осылай 5-10 минут шамасында миксерлегенде бізде пена меренгасы пайда болады. Тағы да жақсылап араластырып, біз миксерімізді өшіреміз. Осылай өзінің формасын жақсы ұстайтын меренга пайда болуы қажет. Енді силиконды күрекшемен шеттерінің барлығын түсіріп аламыз. Осы массамызға біз 1 ас қасық кукурузный крахмалды салып алуымыз керек. Картопты крахмал жарамайды, себебі кукурузный крахмал біздің осы меренгамызды ісіріп, дәмді әрі керемет болып шығуына көмектеседі. Ең алдымен біз пешімізді 150 градусқа қыздырып қоямыз. Біздің меренгамыз кемінде 25-30 минут шамасында піседі. Одан ұзақ ұстауға болмайды. 4 бұрышты формадан жайып алып, пісіріп алатын боламыз. Меренгамыз пісеміз дегенше біз дәл осы меренговый рулетіміздің кремін дайындаймыз. Салқын творожный сырға сахарный пудраны қосып, 1 келкі масса болғанша жай жылдамдықпен бастап миксерлей отырып, әр секунд сайын жылдамдығын көтере отырып миксерлеуіміз керек. Одан кейін 33%-лық сливкімізді құйып, тағы да 1 рет жақсылап миксерлеп аламыз. Өзінің формасын жақсы ұстайтын бізде крем шығуы қажет. Біздің меренгіміз дайын болды. Енді меренгіміздің бетін пергамент қойып, кері аударып, астындағы пергаментті алып алуымыз керек. Себебі қазір біздің меренгамыз қатып қалғаннан кейін астындағы пергамент алынбай қалады. Осылай алғаннан кейін осы күйінде 5-10 минут шамасында сотып алғаннан кейін бірден кремімізді жағамыз. 1-2 сағатқа қойып қоюға болмайды, себебі меренгіміз қатып қалады, яғни рулет болып оралмайды. Крем жаққаннан кейін де 30 секундқа қалдырып, одан кейін барып орайтын боламыз. Қолмен орамаймыз, пергаменттің көмегімен осылай айналдыра отырып орауымыз қажет. Меренговый рулетімізді ыдысымызға салып, бетін қалағанша сәндей берсеңіздер болады. Мен кішігірім крем алып қалып, бетіне әдемі өрнектер салып шықтым. Және де бетіне әдемілік үшін құлпынай қойдым. Біздің меренговый рулетіміз дайын болды. Өте нәзік әрі жұмсақ болып шықты. Кемінде тоңазытқышқа дайын болғаннан кейін 2-3 сағатқа қойып алуыңыз керек. Менде жарты ғана сағат тұрды. Соның өзінде өте жұмсақ әрі нәзік болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер.